Көрің, естің һәм жасаң. 8-ші кітап. А тәрепі. Мұқаддес рухтың істері. Сәлем әзиз достар. Сіз тірі Құдайдың мұқаддес рухының адамларда жасайтығынан білесіздер ме? Мен сіздерге бұның қашан һәм қалайынша жүз бергенін айтып беремін. Бұл кітаптағы суретлерді көрің. Сигналды ескеніңізде кейінгі суретке қараң. Бірінші сурет. Иса Масихтың аспанға көтерілуі. Бұннан көп жылдар, шамаменен 2000 жылдай бұрын Иса Масих аспаннан жерге келді. Ол Құдайдан келіп, біздерге хақиқи Құдайды көрсетті. Ол біздерге рухи өмір беру, һәм біздерді Құдайға қайтару үшін келді. Исасыз біздердің рухи өміріміз өлі еді. Себебі біздер Құдайдан бет бұрған едік. Жаман адамлар оны атанақ ағашқа шегелеп өлтірді, бірақ 3 күннен кейін ол қайта тірілді. Көп адамлар оны көрді, һәм Иса оларға мұқаддес рух түскенде, сіздер күш-қуат аласыздар. Бүткіл жер бетіне тарқалыңдар, һәм адамларға мен туралы гуарық беріңдер деді. Кейін Иса суретті көріп тұрғаныңыздай аспанға көтерілді. Уақыты сағаты келгенде, ол анық солай қайтып келеді. Екінші сурет. Мұқаддес рухтың жалым болып түсуі. Иса Масих аспанға көтерілгеннен соң 10 күн өткенде иманлылардың һәммесі бір үйге жиналды. Бұл суретте Құдайдың мұқаддес рухының оларға қалай келіп түскені көрсетілген. Күтілмегенде аспаннан күшлі самал ескендей болып бір шауқым естілді. Оттың жалыны сияқлы тіллерге ұқсаған бір нәрселер оларға көрініп, бөлініп, әр бірінің үстіне түсті. Исаның уәде еткеніндей, олардың һәммесі мұқаддес рухқа толы. Олар күшке ие болып, басқа тіллерде сөйлей бастады. Үшінші сурет. Петрдің адамларға қош хабарды жариялауы. Иса Масихтың шәкіртлері Иерусалим қаласында еді. Сол уақытта Иерусалимде дүнияның әр түрлі елдеріне келген діншіл яһудилер жасайтұғын еді. Исаның шәкіртлері мұқаддес рухты қабыл қылғаннан соң, түрлі миллеттегі адамлардың жергілікті тілдерінде сөйлей бастады. Олар Исаның өлімі һәм қайта тірілуі туралы айтып берді. Петр орнынан тұрып халыққа қарата сөйледі. Сіз көріп һәм естіп тұрғанларыңыз, бұл мұқаддес рухтың сауғасы. Сізлердің әр біріңіз күнәдан жүз бұрып, күнәдан тазаланып, Құдайға қайтуыңыз тиіс. Егер Иса Масихтың аты менен шомылдырылсаңыз, күнәларыңыз кешіріліп, мұқаддес рухты аласызлар. Шомылдырылу адамның тәубе еткенін, Иса Масих арқылы күнәларының кешірілгенін білдіреді. Көп адамлар Петрдің бұл сөздеріне сенді. Ол суға шомылдырылып, мұқаддес рухты қабыл қылды, һәм Исаның ізіне ерді. Төртінші сурет. Жәмәәт шаңарақ. Исаға сеніп Құдайдың рухын қабыл қылған адамлар бір қожалық болып біргелікте жасайды. Бұл шаңарақ Масихтың жәмәәті деп аталады. Олар мал-мүлкілерін сатып, мұтаж адамларға жәрдем берді. Әр күні Құдайды алғыслап, бірге дуа етті. Елшілер, яғни Иса Масихтың шәкіртлері, оларға Иса Масих туралы үйретті. Олар уақыты арнаулы жиналысып, нан сындырысып, жүзім ішімлігін ішетуғын еді. Себебі Иса өзінің шәкіртлеріне солай істеуді бұйырған еді. Егер Исаға сенсек, біздер де солай істейміз. Нан сындыру, ол біздердің күнәларымыз үшін берілетіғын өлімді сындырған Исаның денесін есетеді. Жүзім ішімлігі болса, біздерді күнәларымыздан тазалайтұғын Исаның қанын есетеді. Бесінші сурет. Ләң адамның шыпа табуы. Бір күні Петр менен Юхан дуа ету үшін ибадатханаға барды.
Ибадатхананың дарвазасының алдында іштен аяғы ләң болып туылған бір адам садақа сұрап отырар еді. Ол Петр менен Юханнан садақа сұрады. Бірақ Петр оған: менде күміс һәм алтын жоқ, бірақ саған өзімде барымды беремен. Насыралы Иса Масихтың аты менен айтаман, жүр деп. Оны оң қолынан ұстады да орнынан тұрғызды. Сол уақытта оның аяқлары менен тобықларына күш енді. Ол мұхаддес рухтың күші менен шипа тапты һәм Исаға сенді. Ол ақшадан да ұлы болған сауғаны алды. Кейін ибадатханаға кіріп, Құдайды алғыслап, қосықлар айтты. Алтыншы сурет. Петр һәм өтірікші хаял. Ханания һәм оның хаял Сафира мал-мүлкін сатты. Олар ақшасын жамаят үшін Құдайға беруге қарар етті. Сөйтіп, Құдайдың ақшасының бір бөлігін жасырып қалды да, қалған бөлігін Петрге әкеліп берді. Бірақ Ханания ақшаның әммес ұсы деді. Петр оны алдап тұрғанын біліп, оған: сен адамларды емес, ал Құдайды алдап тұрсан ғой, деді. Ханания бұл сөздерді естуден-ақ жерге жығылып жан тапсырды. Адамлар оның денесін алып кетіп жерледі. Арадан шамаменен 3 сағаттай уақыт өткенде, болған уақиядан хабарсыз Хананияның хаялы Сафира ішке кіріп келді. Петр оған: маған айтшы, жерді ұсынша ақшаға саттыңлар ма, деді. Ауа, соған, деді хаял. Сафира да бұл ақша туралы жалған сөйледі. Хаял сол уақытта Петрдің аяғына жығылып жан тапсырды. Оны күйеуінің қасына жерледі. Достар, біздерді ақшаның басқаруына жол қоймауымыз, һәм ешкімді алдамауымыз керек. Ал Құдайды болса, ешқашан алдай алмаймыз. Жетінші сурет. Степанның өлтірілуі. Степан жәмәт басқарушысы болып, мүтәж болғанларға жәрдем беретұғын еді. Степанның Иса Масих туралы батыл сөйлегені үшін яһудилердің оған ашуы келді. Олар Степанды жоғарғы кеңестің алдына алып келіп, жаман іслер істеді деп айыплай бастады. Степан олардан қорқпады, себебі ол Құдайдың рухының барқұлла өзіменен бірге екенін білетұғын еді. Степан яһудилерге Құдайдан келген Масихты олардың өлтіргенін естілетті. Бұған яһудилердің қаһары келіп, Степанды қаланың сыртына сүйреп шығарды да таспенен ұра баслады. Олар сыртқы киімдерін шешіп, Саул деген бір жас жігіттің аяғының жанына қойды. Олар тас лақтырып атырғанда, Степан: ием Иса, рухымды қабыл ет деп дуа етті. Соңынан ол тізе бүкті де, бәлент дауыспенен: о, ием, бұл күнәні олардың мойнына жүклеме, деді. Осыны айтып болып жан тапсырды. Құдайдың рухы Масихқа істегендерді әтті өлгеннен кейін де таслап кетпейді. Сегізінші сурет. Эфиоплиялы жолдас. Филипп Самарияда қош хабарды жариялап жүрді. Халықтың көпшілігі Исаға сенді. Сонда иеміздің бір періштесі Филиппке келіп, шөл жолына бару керектігін айтты. Шөлде бір эфиофиялы хәмелдар адам кетірген еді. Ол өзінің арбасында Ишая пайғамбардың кітабын оқып отырған еді. Кітапта әмме адамлар үшін бір адамның азап шегетуіні туралы жазылған еді. Бірақ эфиопиялы бұл сөздердің мәнісін түсінбеді. Мұхаддес рух Филиппті оның жанына алып барғанда, оның Ишая пайғамбардың кітабын оқып отырғанын естіді. Филипп кітапта Құдай жіберген Иса Масих туралы жазылғанын эфиопиялыға айтып берді. Эфиопиялы да Исаға сенді. Олар жол жүріп кетірганда су бар жерге келді. Міне, бұл жерде су бар ғой, шомылдырылуыма не тосқылық қылады деп, эфиопиялы Филиппке: Филипп оған сенсең болады, деді. Сонда ол сенемен деп жауап берді. Филипп эфиопиялын суға шомылдырды. Эфиопиялы қуанышлы түрде өз отанына қарай кетті. Құдайдың Иса Масих хақындағы қош хабары ел бойлап тарқала баслады. Тоғызыншы сурет. Петр көрген ашықлық. Бір күні Петр дуа ету үшін тамның төбесіне шыққанда, ол Құдай тарапынан ашықлық көрді. Сонда ол аспанның ашылғанын, һәм дастұрхан сияқлы бір нәрсенің 4 мешінің асылған халында жерге түсіп кетірғанын көрді. Оның ішінде әр түрлі хайуанатлар бар еді. Петр аш еді. Бір дауыс оған: Петр, тұр, сойып же, деді. Бұл хайуанлар яһудилердің низамлары бойынша харам деп есапланар еді. Яқ ием, мен ешқашан харам ямаса патас зат жеген емеспен, деді Петр.
Дауыс және екінші рет естіліп Петрге Құдайдың хадаллағанын сен харам деме деді. Бұл ашықлық 3 мәртебе тәкрарланғаннан кейін дастұрхан аспанға көтеріліп кетті. Оныншы сурет. Петр һәм римлілер. Петр дуа етіп болғанда 3 адамның өзін ізлеп келіп тұрғанын көрді. Оларды басқа қалада тұратығын Корнелий деген адам жіберген еді. Корнелий Құдайдан қорқатығын римлі Хәмелдар еді. Құдайдың періштесі оған Петрді тауып, оның менен сөйлесуі тиіс екенін айтқан еді. Яһудилер римлілерді таза халық деп есапламайтұғын еді. Бірақ Құдай ешбір халықты патас, ямаса харам деп есапламау керектігін Петрге ашықлық арқылы көрсетті. Солай етіп Петр сол адамлар менен римлі Хәмелдардың үйіне келді. Корнелий Петрге тәзім қылмақшы болғанда, Петр оған: «Тұр, менді адамман ғой, маған не үшін адам жібердің?» деді. Корнелий Петрге періште туралы айтып берді. Сонда Петр оған Иса Масих хақында һәм құтқарылу жолы хақында айтып берді. Корнелий һәм оның шаңырағындағылардың һәммесі Исаға сеніп құтқарылды һәм мұхаддес рухты қабыл қылды. Құдай адамлардың тіліне, миллетіне яки реңіне қарамастан һәммені сүйеді. Ол һәмменің Иса Масихқа сеніп құтқарылуын қалайды. 11-ші сурет. Петр қамақта. Патша Херод Исраилдағы Масих жәмәтлерін қуғын қылуды баслады. Ол Яқыпты өлтіртті, ал Петрді ұслатып қамаққа салдырды. Бір күні түнде Петр екі қараудың ортасында қос шынжыр менен байлаулы халында ұйқылап жатыр еді. Тосаттан еміздің бір періштесі пайда болып, қамақтың іші жарқырап кетті. Періште Петрді оятып, тез орныңнан тұр да менің менен жүр деді. Сол уақытта Петрдің қолындағы шынжырлар шешіліп түсіп кетті. Петр періштенің ізіне еріп қамақтан шықты. Қамақхананың есіктері оларға өз-өзінен ашылды. Оларды ешкімді ірікпеді. Олар сыртқа шығып бір көше өткенде, періште бірден Петрдің жанынан ғайып болды. Он екінші сурет. Петр һәм туысқанлар. Петр қамақханада болғанда туысқанлар жиналып, ол үшін дуа ететұғын еді. Петр қамақтан шыққан соң, тура олар жиналған үйге келді. Ол сыртқы қапыны қақты. Қызметші қыз қапыны ашуға келгенде, Петрдің дауысын естіді де басқаларға айту үшін ішке жуырып, Петр қапының алдында тұр деп хабар берді. Адамлар есің дұрыс па десті. Бірақ Петр қапыны қағуды дауам етті. Олар қапыны ашып, оны көргенде hayran қалысты. Петр оларға еміздің оны Хираттан қалай құтқарғанын айтып берді. Құдай өз жәмәтінің дуасына жауап берді. Иса Масих былай деген еді: қай жерде яки ямаса 3 адам менің атымменен жиналса, мен олар менен біргемін. Оның мұқаддес рухы бірінші жәмәтлер менен бірге болған сияқлы, әзірде ол Исаға сенушілер менен бәрқұлла бірге болады. Сізден өтініш: магнитофонды осы жерде тоқтатып, кассетаны аударың, һәм бұл жерден естуді баслаң. 8-ші кітап. Б тарапы. Саулдың өмірі туралы. Сіздерге тынышлық болсын. Біздерді күнәдан һәм өлімнен құтқару үшін келген Иса Масих туралы хабар бүткіл дүнияға қалайынша тарайды. Бұл күріңлерде Саулдың бұл ісі қалай істей алғаны туралы айтылады. Сигналды ескеніңізде кейінгі суретке өтің. 13-ші сурет. Аспаннан түскен нұр һәм дауыс.
Саул Яхуди башчыларының бірі болып, Иса Масихтың жамаатларын қатты қудалап жүреді. Ол Стефанның өлтірілуінде де қатнасқан еді. Бір күні Саул сенушілерді қудалау үшін Дамаскқа кетті. Ол жол жүріп Дамаскқа жақындағанда, тосаттан аспаннан түскен бір нұр оның атрафын жарқыратып жіберді. Саул жерге жығылды. Ол: «Саул, Саул, сен неге мені қудалап атырсаң?» деген дауысты естіді. Саул: «Сен кімсің?» деп сұрады. «Мен сен қудалап атырған Исаман» деген дауыс естілді. Саул менен кетірғалардың әммесі бұл дауысты естіді, бірақ еш нәрсе көрмеді. Саул орнынан тұрып, көздерін ашқанда, еш нәрсе көре алмады. Адамлар оны Дамасқа жетеклеп алып барды. Он төртінші сурет. Соқыр Саул менен Ханания. Саулдың көздері 3 күн бойы көрмей қалды. Ол еш нәрсе ішіп жемеді. Сонда Құдай Саулға адам жіберді. Ол Ханания деген сенуші адам еді. Ханания Саулдың адамларды қудалап жүргенін білетұғын еді. Ол Саулға барып: «Туысқаным Саул, саған киятырған жолыңда көрінген иеміз Иса көздеріңнің ашылып, мұқаддес рухқа толуың үшін мені жіберді» деді. Ханания Саулға қолын қойған уақытта ол және көре баслады, һәм мұқаддес рухқа толды. Ол Исаға сенгенлігін адамларға көрсету үшін суға шомылдырылды. Ол қуғын қылудың орнына енді Иса Масих туралы әммеге куәлік бере баслады. 15-ші сурет. Жамааттегілердің Саул һәм Барнаба үшін дуа етуі. Кейін Саул менен оның досы Барнаба тәлім беру үшін Антиохия жамиетіне барды. Бір күні жамаат ағзалары ораза тұтып дуа еткенде, мұқаддес рух оларға бұлай деді: «Мен шақырған іс үшін маған Барнаба менен Саулды ажыратып беріңдер. Құдай олардың Иса Масих туралы естпеген халқларға қош хабарды жариялауын қалады». Сонда жамаат ағзалары Саул менен Барнабаға қолларын қойып дуа етті. Соңынан оларды қош хабарды жариялау үшін ұзақ еллерге жіберді. Құдайдың жамааты бүгінде қош хабарды жариялаушыларды жіберу керек. Себебі Иса Масих былай деген еді: «Барып, барлық халқларға қош хабарды жариялаңлар». Он алтыншы сурет. Саулдың Иса туралы жариялауы. Саул менен Барнаба көплеген қалаларға барды. Олар яһудилер менен мәжлисханаларда ұшырасып, оларға былай деп тәлім берді: «Яһудилердің Құдайы біздің ата-бабаларымызды таңлап, олардан ұлы халықты жаратты. Ол біздерге ұлы сәрдарлар һәм пайғамбарлар берді, һәм гүналардан құтқарушының да келетұғынын алдын ала айтты. Ол иеміз Иса Масих еді. Бірақ яһудилер Иса Масихты тән алмады, себебі олар өздерінің пайғамбарларының айтқанларын түсінбеді. Иса Масих ешбір жаманлық істемесе де, яһудилер оны өлтірді. Бірақ Құдай Исаны өлімнен қайта тірілтті. Ол енді ешқашан өлмейді. Әзір Масихқа сенген әр бір адам Құдай менен жарасады. Егер кімде-кім оған сенбесе, гуманланса, ямаса мазақ етсе, өлімге үкім етіледі. Бір қанша яһудилер һәм басқа миллет адамлары Исаға сенді. Солай етіп, жаңа жамаатлер ашылды. Бірақ көплердің сенгісі келмеді. Он жетінші сурет. Саулдың адамдар үшін ашықлық алуы. Бірнеше жылдардан кейін Саул барлық жамаатлерді қайтадан көріп шығу үшін сапарға атланды. Саул һәм оның достары Битинияға кірмекші болды. Бірақ мұқаддес рух оларға ұқсат бермеді. Олар қай жерге баруды білмей тұрғанда, түнде Саул ашықлық көрді. Ол түсінде Македониялы бір адамды көрді. Македониялы адам Саулға Македонияға келіп біздерге жәрдем бер деп өтінді. Бұнда Саул Құдайдың өздерін Македонияға жіберіп атырғанын білді. Иса Масихқа сенгенлерді Құдайдың өзі басқарады. Айрым уақытлары олар түслер арқылы айтады, бірақ ол өзінің мұқаддес кітабындағы сөздері арқылы жол көрсетеді.
18-ші сурет. Павел менен Сила қамақта. Павел жолдасы Силаны алып, теңіз бойлап Македонияға барды. Олар сол жерде де Иса Масих туралы тәлім берді. Ескенлердің айрымлары сенді, ал айрымларының қаһары келді. Олар Павел менен Силаны таяқпенен сабатты, соңынан қамаққа салдырды. Түннің ортасында Павел менен Сила дуа етіп, Құдайды алғыслайтын қосық айтып отырған еді. Бірден жер қатты қозғалып, қамаққананың тырнағы сілкінді. Әм сол уақытта барлық қапылар ашылып, әм менің шынжырлары менен бұғаулары шешіліп кетті. Қамаққана баслығы қапылардың ашық екенін көріп қорқып кетті. Ол тұтқынларды қашып кетті деп ойлап, өзін өлтірмекші болды. Себебі ол тұтқынлар үшін жауап беретұғын еді. Сонда Павел оған, өз жаныңа қастиялық етпе, әммеміз ұсы жердеміз деп бақырды. Қамаққана баслығы Павел менен Силаны алдына жығылып, мырзалар, құтқарылуым үшін не істеуім керек деп сұрады. Олар, иеміз Исаға сен, сонда сен де, үй ішіңде құтқарыласызлар деді. Қамаққана баслығы әм оның шаңырағы үлкен қуанышпенен сенді. Он 19-ші сурет. Павел һәм бейтаныс Құдай үшін арналған құрбанлық шалынатұғын орын. Афина қаласында адамлар көп бұтларға сыйынатұғын еді. Олар Павелдің не хақында жариялап атырғанына қызығатұғын еді. Бір күні Павел кеңестің ортасында тұр былай деді. Ей Афинанылар, сіздердің әр тәрәплеме жүзі діншіл екеніңізді көріп тұрман. Мен айланып жүріп, сіздер табынатұғын орындарды көзден кешіргенімде, бейтаныс Құдайға деген жазуы бар бір құрбанлық шалынатұғын орынды да көрдім. Енді өздеріңіз білмей сиініп жүрген ұсы Құдайды сіздерге таныстыра жақпын. Әмме нәрсені жаратқан хақиқи Құдай туралы Павел былай деп түсіндірді. Құдай тірі, ол еш нәрседен, алтын, күміс, ямаса таслардан жасалмаған. Сондай-ақ Павел оларға өлімнен қайта тірілген Иса Масих туралы да айтып берді. Айырымлары күлді, ал айырымлары сеніп мәңгілік өмірге жол тапты. Иса Масих арқалы біздерді бұлын білмеген хақиқи Құдайды біліп аламыз. Жиырмаланшы сурет. Павел қазықханада. Павел Коринф қаласына барды. Коринфилер жүзі жауыз адамдар болып, сол жерде жасап атырған яхудилер Павелді көптеген қиыншылықтарға душар етті. Бір күні түнде иеміз Павелге ашықлық көрсетіп, қорықпа, үнсіз қалмай сөйлей бер, мен сенің менен біргемін. Жаманлық істеу үшін саған ешкім қол тигізе алмайды деді. Сонан соң Павел Коринфте қалды. Көплеген адамдар оның айтқан қош хабарына сенді. Бір күні яхудилер оны ұстап алып, жалған айыплар менен қазықханаға алып барды. Бірақ қазықхана хакімі Галио сөздерін тыңламай, оларды қазықханадан қуып жіберді. Сонда коринфилер мәжілісхананың басшысын ұстап алып, қазықхананың алдында сабап тастады. Бірақ Павелге ешқандай зәлел тимеді. Әтті қиын уақытларда да Құдай біздерге сөйлеу үшін мәртілік береді. Жиырма бірінші сурет. Әскерлердің Павелді яхудилерден құтқаруы. Павел көп мемлекетлердегі жәмәтлерге баруын дауам етті. Шәкіртлер мұхаддис рухтың білдіруіменен Павелден Иерусалимге бармауды өтінді. Олар яхудилердің оның өлтірмекші екенін білетұғын еді. Бірақ Павел, мен иеміз Исаның аты үшін өлуге де таярмын деді. Солай етіп, ол Иерусалимге қайтты. Көп ұзамай яхудилер қалықты Павелге қарсы үгітледі. Олар Павелді көшеде өлтірмекші болды, бірақ бірнеше Рим әскерлері келіп, оны құтқарып алды. Павел римлілердің қаласындағы басқыштың үстінде тұрып, өзінің Исаға қалай сенгені туралы гуалық берді. Бірақ халық, жоқ қылыңлар оны деп бақырысты. Павелді яхудилерден құтқару үшін әскерлер оны қамап тұрды. 22-ші сурет. Павелдің патшаларға қош хабарды айтуы. Павел қамақта 2 жыл жатты.
Яһудилер елеге дейін оны өлтіру әрекетінде жүрген еді. Бірақ Иса Масих Павелге көрініп, мәрт бол. Мен туралы Иерусалимде қалай куәлік берген болсаң, Римде де солай куәлік беруін тиіс деді. Павелді яһудилердің патшасы Агриппаның алдына алып келді. Бірақ Павел қорқпастан мәртлікпенен патша һәм оның хаялына өзінің қалайынша Құдай тарапынан һәмме жерге қош хабарды жариялаушы болып шақырылғанын айтып берді. Патша Агриппа Иса Масихқа сенуге таяр еді. Ол Павелдің айыпсыз екенін де білетұғын еді. Бірақ онда Павелді азат қылу үшін ешқандай хакімдік жоқ еді. Ол Павелді азат ету үшін ең құдіретлі хакім Рим қайсарына жіберіп, оннан өтініш қылу керектігін айтты. Жиырма үшінші сурет. Кеменің апатқа ұшырауы. Әскерлер Павелді басқа тұтқындар менен Римге алып кетті. Олар кемеде теңіз арқылы жүзіп өтуі керек еді. Кеме қорқынышты дауыл астында қалды. Сонда періште Павелге: "Қорқпа, Павел, сен қайсардың алдында тұрасың. Құдай һәмме адамларды сенің менен бірге құтқарады" деді. Кеме сол аралықта бір атаудың қасынан өтетуін еді. Кеме үлкен толқынларға ұрылып қирай басылғандықтан адамлар теңізге секіріп аман есен сол атауға шықты. Павел үшін Құдайдың жобасы бар еді. Сондықтан оған ешқандай зиян келмеді. Жиырма төртінші сурет. Павел Римде тұтқында. Павел Римде 2 жылдан көбірек тұтқында болды. Адамлар оны көру үшін келетұғын, ол адамларға Иса Масих туралы тәлім беретұғын еді. Ол дүниядағы көплеген жәмәәтлерге хатлар жазды. Бұл хатларды біздер мұқаддес кітаптан табуымызға болады. Бұл хатлар бүгінгі күнге біздерге де тиесілі. Құдайдың қош хабарын адамларға жеткізу үшін Павел жүда көп азап шекті. Оны сабады, таспенен ұрды, көп уақыт аш, баспанасыз қалды. Ақыры ол Римде өлтірілді. Сонда Құдай оның аспандағы ұлы сыйын берді. Павелдің айтқан сөздері хақиқат. Ол былай деген еді: "Мен өлімнің де, өмірдің де, әтті бүткіл жер бетіндегі ешбір заттың да біздерді Құдайдың, иеміз Иса Масихтағы сүйіспеншілігінен ажырата алмайтұғынына сенемін." Достар, келіңдер, бұл қош хабарды мұқаддес рухтың жәрдеміменен тарқатайық. Сонда бүткіл дүния Құдай һәм мәңгілік өмір беретұғын Иса Масих хақында біле алады.